Қайырлы кеш менің оқырмандарым. Біз бүгін сіздермен мемлекеттік сатып алу порталына Google браузерынан кіреміз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, Госзакуп РК деп жаздық. Мемлекеттік сатып алу порталына кіреміз. Міне мемлекеттік сатып алу порталының басты бетіне кірдік. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде телефон номерлары жазылған жоғары жағында, электрондық почта бар. Қандай да бір техникалық қолдауға қоятын сұрақтарыңыз болса, осы берілген номер бойынша, почта бойынша хабарласып жауап ала аласыздар. Сонымен қатар бірнеше закладка, бөлімдер бар. Соның ішіндегі біздің ең көп қолданатын бөлім ол справка деп аталады. Сол жақ жоғары жағында берілген міне справка. Сол справканың ішіне кірсеңіздер, қолданушыларға арналған инструкциялар бар. Соның ішінде біз қолданатын инструкция пользователей. Оның ішіне кірсек, міне көк әріптермен жазылып тұр. Осының кез келгеніне бассаңыз, ары қарай ішіне қарай кіресіз. Оның ішінде әрбір мына жазылған инструкция бойынша толық ақпарат берілген. Әрбір істейтін сіздің порталдағы жұмыстарыңыздың қадаммен берілген. Сондықтан мемлекеттік сатып алу порталында жұмыс жасағыңыз келсе, осы справка бөлімімен толықтай жұмыс істеу керек болады. Бұл жерден сіз өзіңізге қажетті барлық ақпаратты таба аласыз. Міне кез келген бөлігіне бассаңыз, ары қарай ішіне кіріп, қажетті мәліметтер бәрі бар. Енді міне оң жақ жоғары жақта войти деген бар. Сол кнопканы бассаңыз, ары қарай өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіруге мүмкіндік аласыз. Ол үшін сізге ECP кілтіңіз керек болады. Мен ол туралы келесі видеоларымда айтып өтемін.